болсақ, Абай көшесінде Теміртау қалалық қорғаныс департаменті орналасқан. Басқаша айтқанда, қалалық әскери комитеті. Яғни осы жерден, бұл мекемеден 80-ші жылдары жас теміртаулықтардың шақырылуларына куә болған екен бұл жер. Және де олардың көпшілігі мен естуім бойынша арнайы дайындықтан кейін халықаралық парызын өтеуге жіберілген екен, Иә. Яғни ол бізде Ауғанстан және Эфиопия, Иә. 300-ден астам теміртаулық кеңес әскерінің шектеулі контингентінің құрамына кірді. Өкінішке орай олардың 9-ы қайта оралған жоқ. Және де Теміртауда осы қаһармандардың есімдері ұмытылмады. Қаланың шағын аудандардың бірі, яғни 8-ші ықшамаудан, интернационалист жауынгерлерінің есімімен аталады. Және де Теміртау Ауғанстан ардагерлер одағының күшімен қаза болған жауынгерлердің үйлерінде немесе және де оқыған мектептерінде еске алу тақтасы орнатылған екен.